Айдана네요. 안녕하세요. Орталық Азия мемлекеттерінің атынан, Қазақстанның атынан әйгілі жұлдыз деген сияқты номинацияда статуэткасын алдым. Орталық Азия елдері қатысқан фестивальде Айдана ешқандай өнер көрсетіп, жарысқа түспеген. Танымал әнші, дизайнер, сәнгерлер де атсалысқан додаға Айдана тек қонақ ретінде барған. Бір қызығы, мінсіз келбетке тек ота арқылы қол жеткізуге болады деп түсінетін корейліктер Айдананың табиғи сұлулығына күмәнмен қарапты. 왼쪽이고요. 어지러워요. Пластикалық операция жасадым ба, қандай қай жерде деп сұрады. Менің жауабым барлығым мамам мен папам жасап берді деген сияқты. Әнші Корейде жүрген 3 күннің ішінде 3 сөз үйреніпті. Ерапын анен хашим